Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай котлет пісіретін боламыз. Тек менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар достар. Бізге сиыр еті тартылған, сүт, нан, сарымсақ және пияз қажет. Алдымен нанға сүтімізді құйып, нанды езіп аламыз. Ешқандай жұмыртқаны қажет етпейді. Езіп алғаннан кейін пиязымызды тураймыз, ұсақтап тураймыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Тартылған етімізге саламыз. Одан кейін езілген нанымызды саламыз. Сарымсақты теркадан өткіземін. Қара бұрыш, дәміне қарай, тұз және паприка. Мұжу арқылы барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай соғамыз. Бір 5 минуттай осылай соққан жақсы, себебі иегі қанып, бір-бірімен жақсы араласатын болады. Кішкене ұн алып, енді котлетімізді жасаймыз. Қолымызға да алма-кезек соғып алған жақсы. Ұнға аунатып, котлетімізді дайындаймыз. Ені 1,5 сантиметр болған жақсы, биіктігі. Осылай неғұрлым көп соқсаңыздар, котлетіміз тығыз болады, жарылып кетпейді. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Тіркелмесеңіздер, басқа видеолар көрінбей қалады. Менде 8 дана котлет шықты. Енді осыны қызып тұрған майға қуырамыз. Екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Котлет біз дайын болды. Енді осыны подливаға салатын боламыз. Ол үшін алдымен пиязды кесіп, май құйып, қуырып аламыз. Томат саламыз. Томат енді әркім өзінің қалауынша, кейбіреулер көп болған жақсы көреді, кейбіреулері аз болған жақсы көреді. Негізі кішкене қызарыңқыраған жақсы. Подливымыз қою болу үшін ұн саламыз. Үстіне қайнаған су құямыз.
оның түйіршігі қалмау үшін осылай араластырып жібереміз. Қайнағаннан кейін котлетімізді орналастырамыз. 20 минуттай осылай пісіреміз, бұқтырып. 20 минуттан кейін келесі жағына аударып 10 минуттай пісіріп аламыз. Котлетіміз дайын. Қасына кез келген рожки, пюре, картоппен күріш қойып берсеңіздер өте дәмді болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын.